Баяғы өткен заманда Құрман қойшы деген бір байдың қойшысы болыпты. Құрман сол байдың 18-20 жыл қойын бағыпты. Алатын ақысы бір жылға 2 тоқтылы қой екен. Егер қой жоғалтса, ақысын бермей, соның есебіне алады екен. Құрман қойшының тапқаны киіміне жарамай, сол байдың қойын бағып жүре беріпті. Құрман қойшы бір күні қойын бағып жүргенде 4-5 шақырым жерден жанған от көреді. От жанған қалпында тұра қоймаған қойшыға қарай тартады. Құрман қойшы ойлайды: апырым-ай, мынау от қалай жүреді? От болса жан-жағына тарап жанар еді және қара түтін шығар еді. Ал мына от жайылып жанбай, тура тартып келе жатыр деп тұрғанда, отты таянып Құрман қойшыға жақындап келеді. Анықтап қараса, оттың алдында ұзындығы бір құлаштай ақ жылан қашып келеді екен. От қайтсем де сені күйдірем деп келеді екен, деп, ал жылан қашып келеді. Жылан қашқан қалпында Құрман қойшының шалбарының балағынан кіреді. Ол жыланды балағынан кіргізбеуге үлгере алмай қалады. Отта кіруге ыңғайланғанда сабап сөндіреді. Жылан жорғалай омырауына шығып, оттың өшкенін көріп жерге түседі. Жерге түскеннен кейін адам тілімен сөйлей бастайды. Сен мені өлімнен құтқардың. Мен сенің жақсылығыңды өмір бойы ұмытпаймын. Сен мына қойды таста да, менің соңымнан ер. Мен саған өзімнің қызымды беремін, дейді. Қойшы байғұс қуанады, бірақ қойды тастап кете алмаймын, дейді. Сен қойға қам жеме, қойдың өздері кешке аман-есен үйлеріне барады. Қойшы амалсыздан жыланға ілесіп кете барады. Бір жерлерге барғанда бір тесікке түсіп алады. Содан екеуі жер астымен кете береді. Бір жерге келгенде төбеде үйілген көп жыланға кез келеді. Құрман қойшы осынша жыланға жем қылуға алып келе жатыр екен деп, зәресі зәр түбіне кетіп, өңі қашып тұра қалады. Жылан оның қорқып тұрып қалғанын біліп, жүр, саған олар тимейді, деді. Ол амалсыз ере берді. Жылан үйілген жыланға келгенде қатты бақырып еді. Жыландар екі жаққа айырылып, ортасынан қақ бөлініп жол берді. Екеуі біраз жүргеннен кейін алдарынан үлкен ақ үй көрінді. Біраз жүріп ақ үйге келді. Жылан айтты: осы үй біздің үй. Екеуі үйге кірді. Құрман қойшы: бұл мені қызымды беремін деп ертіп келіп еді ғой. Бұның қызы тұрмақ ештеңесі көрінбейді деп ойлап отыра берді. Бір уақытта ас дайындап алып келді. Отырып ас ішіп болған соң, жылан үйінде бір ақ, бір қара қалайы сандық бар екенін екеуін төр алдына жинап қойыпты. Ақ қалайы сандықты қойшыға алып берді. Жер бетіне шыққан соң, 6 қанат ақ үйдің орнындай жерді дөңгелектеп сызып, соның ортасына осы қалайы сандықты басыңа жастай ұйықта. Жыландардан өткізіп жіберіп, қош айтысып қала берді. Құрман қойшы жер бетінде шыққаннан кейін бір жерді таңдап алып, 6 қанат ақ үйдің орнындай жерді дөңгелектеп сызып, сандықты басына жастай ұйықтап қалады. Ертеңгісін оянса, әппақ ақ үйдің ішінде жатыр екен. Оң жағына қараса, әппақ сұлу қыз ұйықтап жатыр. Қойшы қорқып кетеді. Қорыққаннан айғайлап жібере жаздайды. Бұл пәленің қасына қалай, қайдан жаттым, деп, білдіртпей төсектен түсіп, өзінің жаман шалбары мен тонын іздесе, ондай жаман нәрсе ол үйден табылмады. Ылғи асыл киімнен басқа ештеңесі жоқ.
асыл киімді киіп, үйден шықса мал деген жердің жүзін, күннің көзін алады. Бұл жерде ешқандай мал жоқ болатын. Барып қойшыдан сұраса, құрманның қойы дейді. Қай құрман десе, өзінің әкесін және елін айтады. Апырмай, бұл жынданған қойшы ғой, менің атымды басқа біреудің атына шатастырып тұр, деп сиыршыға барып сұраса, ол да соны айтады. Жылқышыға барса, ол да соны айтады. Бұл қайтып үйге келе жатып ойланады. Бұл қалай, маған мұнша мал қайдан бітті, дейді. Ойлап келе жатып, бұл әлгі жылан берген ақ қалайы сандық екен ғой. Ана үйдегі қыз соның берем деген қыз екен. Мына мал соның еншісі екен ғой, дейді. Сонымен ойланып үйіне келеді. Үйіне келсе, әйелі шай қойып жүр екен. Байеке, қайда барып қайттыңыз, дейді. Мына малшылар жер жайын білмейді ғой, соларға жер жағдайын түсіндірдім деп шынын айтпайды. Сонымен бірнеше уақыт өмір сүреді. Бір күні бұл үйде кім бар деген дауыс естиді. Әйел далаға шықса, патша киімін киген және уәзір киімін киген бірнеше адам есік алдында тұр екен. Әйелді көріп патшаның дегбірі қалмай, көз алақтап, біресе әйелге, біресе жолдастарына қарап, не айтарын білмей қалады. Сонымен, бұл кімнің үйі деп сұрайды. Әйел, Құрман байдың үйі деп жауап береді. Күйеуің қайда кетті? Аң аулай кетті. Патша айтады. Мен осы елдің патшасы боламын. Күйеуің ертең біздің ордаға келсін деп кетіп қалады. Кешке Құрман келеді. Әйелі болған жағдайды айтады. Патша ертең ордаға келсін деп кетті, дейді. Ертемен ерте тұрып, атына мініп, патша ордасына барады. Патша Құрманның келуін тосып отыр екен. Құрманды өте жылы жүзбен қарсы алады. Дастархан жайғызып, ас пен шарап құйғызып тамақтандырады. Тамақтанып болған соң, патша айтады. Әй, Құрман, екеуміз бұғыншақ ойнаймыз. 3 күн мен тығылам, 3 күн сен тығыласың. 3 рет мен тапсам, сен маған әйеліңді, малыңды бересің. Содан соң басыңды аламын, дейді. Егер мен сен 3 рет таппасам, мен саған 40 әйелім бар. Соны және патшалығымды, мал мен мүлкімді берем, де атыма мініп кете барам, дейді. Осыған қалай қарайсың? Егер сен ойнамасаң да, әйеліңді тартып алам, дейді. Сонымен амалдың жоғынан көніп, үйіне барып болған жағдайды айтады. Әйелі одан соң ойна деп қарсы болмайды. Патша артынан хабаршы жібереді. Ертеңмен бұғынамын, мені іздесін деп хабар беріпті. Ертеңгісін ерте тұрып, бір атты мініп, ханды іздеуге келеді. Әйелі артынан шығып қараса, атқа мініп, ханды іздемекке кетіп барады екен. Әйелі айғай салып ерін шақырып алады. Қайда барасыз? Деп сұрайды. Кеше патша бұғыншақ ойнаймыз деп еді ғой, соны іздеуге бара жатырмын, дейді. Әйелі, сіз олай бармаңыз. Сіз қазір жылқыдан таңдатып ең жүйрік ат мініңіз. Қолыңызға темір құрық алыңыз. Сонымен хан ауылына барыңыз. Ауылына жақындағанда, төбенің үстінде үлкен қара төбет ит жатады. Сіз жақын барғанда, сізге үріп жүгіре жөнеледі. Сіз оны жақындатпай қашыңыз. Содан сіз бет алды қаша беріңіз. Бір уақытта сізді қуып жетеді. Сол уақытта қайта бұрылып итті сіз қуыңыз. Сол итті өлтіріп, патшаны содан соң іздесеңіз, дейді. Хабаршы жіберіп, жылқышылардан ең жүйрік ат ұстап бер, деп сұрайды. Жылқышылар жүйрік ат әкеп береді. Қолына темір құрық алып, патшаның сарайына қарай кете береді.
Патшаның ауылына жақындағанда, айтқандай төбенің үстінде үлкен қара ит жатыр екен. Құрман жақындап келгенде, арсылдай үріп тұра ұмтылады. Құрман жалт беріп, бет алды қаша жөнеледі. Ит те бұны қуады. Қаша талай жерге барғанда, ит қуып жете бергенде, атын кілт бұрып итті қайта қуады. Ит қашады, ол қуады. Арлы-берлі қуғаннан соң ит шаршайды. Итті қуып жетіп, құрықпен соғып, іннен інге тығып өлтіре сабайды. Ит өлермен болып, бір қуысқа тығылады. Атынан түсіп, итті құрықпен түрткілеп өлтіруге жақындайды. Өлуге таяғанда, «Ей, өлетін болдым, енді қой» деп адам қалпына кіреді. Қараса, әлгі бұғынам деген патша екен. Ертең тағы тығыламын, келіп тауып ал деп үйіне кетеді. Ертеңіне ертемен тұрып кешек атына мініп, құрығын қолына алып патшаны іздеймін деп кетіп жатқанда, әйел шақырып алады. «Қайда барасың?» деп сұрайды. «Патшаға барам, кешегі итті қуам, әйтпесе бір жерде жүрген шығар» дейді. «Жоқ, сен олай етпе, құрығыңды таста да үйіне бар. Патша қайда деп әйелдерінен сұра. Әйелдері білмейміздер. Сен үйінен шығып тауға қарай біраз жүрсең, алдыңнан үлкен бір кер жол шығады. Сонымен батысқа қарай жүре берсең, сол үлкен кер жолдан тауға қарай жалғыз аяқ жол шығады. Сол жолмен біраз жүрсең, сайға түсесің. Сайдың арғы қабағында бір түп тобылғы тұр. Сол тобылғының ішінде қамшы сапқа жарайтын 3 тобылғы бар. Екеуі сары, бірақ түзу, ал қалған біреуі қисық, бірақ өте қызыл. Мына қисық тобылғы қамшыға шыдамды, берік сап болушы еді, және өзі қызыл екен деп, сол қисық тобылғыны кесіп ал. Содан соң патшаны іздесең, патшаны тауып аласың деп ақыл айтады. Қолындағы құрығын тастап, патшаның ауылына келеді. Келіп патшаның қатындарынан, «Патша қайда кетті?» деп сұрайды. Қатындары «Білмейміз» деп жауап береді. Ауылынан шыққан үлкен кер жолға түсіп жүре береді. Біраз жүргеннен кейін, алдынан тауға қарай жалғыз аяқ жол шығады. Сол жолға түсіп алып, тауға қарай жүреді. Бір сайға түскенде, арғы бетінде бір түп тобылғы көреді. Барлық тобылғыдан биік 3 тобылғы көрінеді. Осы тобылғыда қамшы сапқа жарайтын тобылғы бар ма екен? Көрейінші деп атынан түседі. Әлгі сапқа жарайтын 3 сапты көріп, осылардың бәрін алуға болмайды. Мұның қайсысын алайын деп біраз ойланған болады да, осы қисығы қамшыға мықты болушы еді ғой, деп, бәкісін алып қисық тобылғыны ұстап кесе бергенде, «Ей, құдай атқыр, бұл мен едім!» деп патша шыға келіп. Сонда Құрман, «Ой, тақсыр, мұнда неғып жүрсің?» депті. Патша қабағы салыңқы ауылына қайтады. Ауылына жақындағанда, Құрман ауылына кететін болады. Сонда патша, «Әй, Құрман, сен мені 2 рет таптың. Ертең тағы бұғынам, келіп мені ізде» деп үйіне кетеді. Құрман үйіне келіп, ертеңгісін атқа мініп, кетіп бара жатады. Сонда әйел айтады, «Сен патшаның үйіне барған соң, әйелдерінен сұра, патша қайда» деп. Әйелдері «Білмейміз» дейді. Сен қора қопсысын, жер асты жер үстіндегі қазынасын тегіс көр. Сонда бір талай қызық көресің. Содан соң үйін қара. Патша жататын төсектің бас жағында 3 ақ семсер, аяқ жағында 3 семсер жатыр. Екеуінде ашып қойып, «Ойпырмай, мынау не деген семсер, мұның қайсысы өткір болды екен?» деп, бәрін бір-бір ұстап көрде,
Бас жағында жатқан 3 семсердің ортасындағысын алып далаға шығып, үйінің алдында үлкен тас бар. Сол тасқа қылыштың өткірлігін білу үшін шауып жібер. Содан соң қанды тез табасың, дейді. Құрман патшаның үйіне барып, кілет, қорасын қарап, одан жер үстіндегі қазынасын көріп, одан жер астындағы қазынасын көріп, түс қайтқанша серуендеп, түс қайтта патшаның үйіне келіп, қатындарынан сұрайды. Қатындары білмейміз дейді. Айтқандай төсегінің аяғында 3 басында 3-ақ семсер жатыр екен. Соларды көріп, әрқайсысын бір ұстап көріп, ойпырым-ай, мынаның қайсысы асыл болады екен? Шамасы наркескен деген семсерлер осы болғаны ғой, деп, бас жағындағы 3 семсердің ортасындағысын алып, далаға шыға, үлкен бір тасқа енді шабайын дегенде, ағатай-ай, мен едім ғой, деп, патша шыға келіпті. Ал енді сен мені 3 рет таптың. Ертеңнен бастап сен тығыл. Мен іздеп сені табамын, деп, Құрмандың үйіне қайтарады. Құрман ертең ерте тұрып, ауыл қасында үлкен жар бар еді. Соған қарай безіп бара жатқанда, әйелі шақырып алады да, қайда барасың деп сұрайды. Әлгі патша келмек еді, ол маған сен бүгін тығыл, мен іздеймін деген. Сол енді ана жарлардың бір жерінен орын дайындап қойып едім, соған тығылайын деп барамын, дейді. Әйел айтады. Хан кеше кісі жіберген, ертең тығылмай-ақ қойсын, іздемеймін депті. Үйде отыра бер деп, үйіне отырғызып қойыпты. Әйелі шай қайнатып әкеліп, екеуі шай ішіп отырғанда, патшаның ауыл жағына қараса, патша келе жатыр екен. Құрман ішіп отырған шайын тастай салып, кебеженің ішіне кіріп кетеді. Үй саған не болып қалды десе, ойбай, патша келіп қалды, дейді. Ендеше кебежені салдырлатпай бері кел, мына жерге тығыл, депті. Көзі жәутеңдей, қай жерге тығыламын деп әйелінің қасына келіпті. Әйелі аузы күбірлеп, тфу деп еді, ұршық болып кетті. Әйелі шайды жинап, ұршық иіріп отыра беріпті. Патша келіп, Құрман қайда кетті, деп әйелінен сұрайды. Әйелі білмеймін тақсыр, дейді. Патша үйін түгел қарайды, бірақ үйінен түк таппайды. Ауыл төңірегін қарайды, еш жерден таппай, үйін қайта қарайды, бірақ жоқ. Хан қайтар болып атына мініп тұрып, таппадым деп айғай салады. Әйелі ұршықты шанши салып еді, мұндамын деп Құрман үйден шыға келді. Ертең тағы тығыл деп хан ауылына кетеді. Хан келе жатып ойналады. Бұл қайда тығылды? Осының өзі алаңғасарлау екен. Бұл Құрманда ешқандай қасиет жоқ. Осы кәптің бәрі әйелдерден-ау, деп ойлайды. Бұл үйінен басқа жерге тығылмайды. Ертең таң ата адам жіберіп бақтырайын. Егер үйінен ешқайда шықпаса, мұны ертең қайтсем де табам деген қорытындыға келіп, үйіне келе, өзі епті бір қуды шақырып алып, саған мен жұмыс тапсырамын, соны орындасаң, ат басындай алтын беремін. Бірақ мұны өзің және менен басқа ешкім білмейтін болсын, деп бұйырады. Құп тақсыр, не бұйырсаңыз орындауға мен дайын, деп, екі көзі алтынды естіген соң жасаурап, патшаның алдына жүгіріп отыра кетеді. Сонда патша айтады, сен көрінбей Құрманның ауылына барып, Құрман қайда барар екен соны бақ, бірақ көрініп қалып жүрме. Ертең ерте, мен ауылдан шыққанда қайда екенін маған айтып, өзің көрінбей ауылға қайтатын бол, деп тапсырады. Ертең ерте тұрып, патша Құрманды іздеуге келе жатады. Алдынан өзінің тыңшысын кездестіреді. Тыңшысы айтады, Құрман үйінен ешқайда шыққан жоқ, қазір де үйінде жүр тақсыр, дейді. Патша жарайды, бара бер, дейді де,
Құрманның үйіне тіке тартады. Құрман әйел екеуі шай ішіп отырғанда, патшаның келе жатқанын Құрман көре салып, күндегідей қайда болса сонда тығылмай, әйелінің кереметі барын біліп, патша мені тауып алуға келе жатқанын қара деп күледі. Өзінің абыржып отырғанын сездірмей. Әйелі патшаны көріп, дастарханын тез жинап түфу дейді. Сонда Құрман ине болып кетеді. Инені камзолының жағасына түйрей салып, ұршығын қолына алып жіп иіріп отыра береді. Патша келіп Құрман қайда деп сұрайды, бірақ таппайды. Патша үшінші күні келеді де тағы таппайды. Құрман ертемен тұрып, атын алдырып мініп, патшаның ауылына жүрмек болады. Сонда ел айтады, сіз барып хандығыңды қазынаңды өткізіп алғаннан кейін бір түнеп қайтып келіңіз, дейді. Жарайды деп Құрман жүріп кетеді. Құрман патшаның ауылына келсе, патша елді жинап, Құрманға қарап отыр екен. Құрманды аттан көтеріп алып, астына кілем төсеп төрге отырғызып, патша жиналысын ашады. Жиналысында Құрман екеуінің бұғынбақ ойнағанын және пенделік жасап, Құрманның әйеліне қызыққанын айтады. Енді маған обал жоқ, тұрмайтын нәрсеге әуреленіп деп. Өзінің кем ақылдылығын ел алдында жасырмай айтып, Құрманға былай дейді. Ел бастаған адам дүниеге қызықпау керек. Міне, мен сияқты қызығам десең, менің қалпыма түсесің ал. Ел жұрт, мен патшалығымды мына Құрманға бердім. Енді осы кісі сіздердің патшаларыңыз болады. Қош, сау болыңыздар, деп тағынан түсіп, Құрманға тәж кигізіп, таққа отырғызады. Осылай Құрман өзінің әйелімен бақытты да баянды өмір сүріпті.